Марк Тайманов, Лев Полугаевский, 1960 жыл. D4, D5, C4 уәзір гамбиті және DC қабылданған уәзір гамбиті. Ат F3, ат F6 уәзір A4 шах бір мезетте уәзірге және мына сарбазға шабуыл жасайсыздар. Ат Б D7, ат C3, E6, E4 орталықты басып алудың амалы. C5 және D5 мүмкіндік бар болса қарсыластың аумағына кіру керек. Алдық және E5. Бұл жүрістің ең басты мақсаты мына F6-дағы қорғаушы немесе өрт сөндіруші деген лақабаты бар аттың көзін жою. D4, піл C4, Италия пілі өзінің орнына келді. DC, EF, уәзір F6 және піл G5. Үнем айтатын нәрсе белсенділік, тағы да рет белсенділік. Біз деген барлық фигураларымызды іске қостық, ал қарсыластың ондай мүмкіндігі жоқ. Уәзір C6 және рокировка. Ештеңеден қорықпаймыз. Егер де уәзір A4 болатын болса, шах, көрдіңіздер ме? 1, 2, 3, 4, 5. Бесеуіміз шықтық. Мынау рокировка жасаған жоқ, шыққан жоқ. Мынаның бірде-біреуі мысалы қосылған жоқ деп отқан. Піл E7, тура E7, қомағалар қатарына кіреміз. Былай, F7, шах, және ат C4 осындай іс-әрекет. Сол себепті мына уәзірді алуға болмайды. Өйткені тура H, E1 деген жүрістің арқасында қара патшаға шабуыл. CB шах және патша B2. Піл E7. Енді басты мақсатымыз қазіргі таңда рокировка жасаудың амалы. Тура H, E1 біз дайынбыз қайтадан қомағалар қатарына кіруге. F6 және піл B5. Жақсы. Енді уәзірді беруге болмайды. Уәзір B6 және патша C1 өткен байлап тастады. Бірақ байқасаңыздар, мына рокировка жасауға ешқандай мүмкіндігі жоқ. Алдық, піл D7 шах және тура E7 тағы да рет алдық. Былай, көрдіңіздер ме? Жалғыз патша оған мына пілде, мына турада және мына турада көмектесе алмайды. Жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпайды деген бекер емес. Уәзір E4 шах, піл F5 шах, уәзір E5 шах, тура D6 шах, уәзір B2 шах, осымен ойын аяқталды. Себебі уақыт өте бәрібір мынаны аламыз, қарсыластың уәзірін және мына патшаға мат қоюдың амалдарында қарастырамыз. Өйткені жақын арада 1-2 жүрісте мат қоюға болады.